Good day students, how are you? Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars 4-ші сынып 8-ші және 9-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Back to school, мектепке оралу деп аталатын тақырып. Exercise number 1, бірінші жаттығу, жаңа сөздер тыңдап қайталайық. Help, көмектесу. Spell, сөзді әріптеп айту. Read, оқу. Write, жазу. Come in, кіру, яғни ішке кіру. Go out, шығу, сыртқа шығу. Exercise number 2, екінші жаттығуға назар аударайық. Оқып аударайық берілген мәтінді. Number 1, бірінші суретке қараймыз. Welcome to school, kids. Балалар, мектепке қош келдіңдер дейді. I'm your new teacher, Mr. Smith. Мен сендердің жаңа мұғалімдерің Mr. Smithпін дейді. Келесі, excuse me, can you spell that, please? Кешірерсіз, сіз бұны әріптеп айта аласыз ба дейді. Yes, I can. S-M-I-T-H. Thank you, рахмет дейді. Hello, I'm sorry, I'm late. Can I come in? Сәлеметсіз бе? Кешірерсіз, мен кешігіп қалдым. Ішке кіруге бола ма дейді. Of course you can. Әрине болады дейді. Соңғы суретке назар аударамыз. Oh no, I haven't got a pencil. Жоқ, менің карандашым жоқ дейді. Can I have a pencil, Tom? Tom, карандашыңды алсам бола ма дейді. Yes, you can. Ал болады дейді. Келесі үшінші жаттығу, екінші тапсырманың оқып, тиісті сөздерді қой дейді. Екіншісінен бастайық. Mr. Smith spells his name and writes it on the board. Mr. Smith өзінің есімін тақтаға, әріптеп жазды дейді. Келесі үшінші. Leo hasn't got a pencil. Леоның карандашы жоқ. Бізде үшінші тапсырманың астында modal verb can, can't деп тұр. Бұл грамматика. Бізде can деген жасай алу, can't істей алмау. Бір нәрсені істей алатын болсақ, can модальді етістігін қолданады екенбіз. Мысалы, can I go out, please? Мен сыртқа шықсам бола ма деген. Yes, you can. Болады деген. Ал болмайды деп айтатын болсақ, no, you can't деп жауап береміз. Келесі бізде төртінші жаттығу listen and the number. Тыңдап, нөмерін дұрыстап қойып жазамыз. Қай сурет қайсысынан кейінген? Listen and number 1 to 4. 1. Can you help me, please? Yes, I can. 2. Can I come in, please? Yes, you can. 3. Can I have this pencil, please? No, you can't. Sorry. 4. Can I go out, please? No, you can't. Sorry. The next exercise number 5, write the words in the correct order. Бесінші жаттығу, сөздерді дұрыс орнына қойып, дұрыс сөйлем құрап жазуымыз қажет. Екіншісінен бастаймыз ендеше. Can you help me, please? Маған көмектесе аласың ба деген. Үшінші, can you spell that, please? Төртінші, can I come in, please? Келесі алтыншы жаттығу, дұрыс жауап беруіміз қажет бұл жерде. Екіншісінен бастаймыз. Can you spell your name? Yes, I can. Үшінші, can I go out, please? No, you can't. Төртінші, can you write homework? No, I can't. Келесі бізде speaking task, ауызша тапсырма. Бұл жерде сіздер бір-біріңізге сұрақ қою арқылы сөйлем құрайсыздар. Can I come in, please? деп тұр мысалға. Мен кірсем бола ма? Yes, you can. Can I go out, please? Сыртқа шықсам бола ма? No, you can't. Can you spell that, please? Yes, I can. Дәл осылай мен сияқты мысал келтіріп, бір-біріңізбен диалог құрып, сөйлем, сұрақ қойып және жауап бересіздер.